Енді бір мәселе бар. Ол мәселе мынау. Айша анамызға жала жабылған. Жала жабылған. Иә. Атақты ифк оқиғасы деген бар. Ифк. Ифк деген сөз жала жабу деген сөз. Бұл ифк оқиғасының қысқаша баяндамасы мынау. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам әйелдерінің арасында әділдік жасау үшін жорыққа шыққан кезде жеребе тастататын болған. Жеребе. Жеребеден кім шықса, сол әйелін ертіп жүретін болған. Жорықта. Сол жорыққа баратын жолда Айша анамыз шыққан. Айша анамыз сөйтіп неге шыққан? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламмен жорыққа шыққан сапарға. Бану Мусталақ деген бір жорық. Ғазвату Банил Мусталақ деген. Сол жорыққа барады, жеңіспен естейді, оралады. Бірақ кішкене көңіл күйде Абдулла ибн Салул деген мұнафықтардың басшысы болған. Абдулла ибн Салул. Бұл мынау Хазраж руынан болған. Ансар өзі екі рудан тұрады. Аус және Хазраж. Бұл жаңағы Абдулла ибн Салул неден болған? Хазраж руынан болған және Хазраж руында әжептәуір беделді кісі болған. Бұл мұсылмандардың арасындағы нені көре алмай? Мұхажир мен ансарлар құдықтың басында мал суғарып жатқан кезде екеуін таластырып жүрген, төбелестіріп жүрген. Арасында дау шығарып, екеуін не істеп жүрген? Бір-біріне айдап салған. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам әрең тоқтатқан арасынан түсіп. Кейін Айша анамыз былай дейді, өзі айтады, суреттеп. Былай дейді, мен дейді түйе кеп шөктіп бір жерге қондық дейді, түстік дейді. Сөйтіп мен бір мұқтаждығым болып түйеден шықтым, дәрет сындырмақшы болып. Түйеден ұзақтап кеттім. Ол кезде не жоқ? Біздікі не жоқ ондай? Ұзақтап кеткен. Сол дәрет алып сындырып келгенше мойындағы несі түскен? Алқа түскен. Сол алқаны қайтып іздеймін деп барған. Алқаны іздеймін деп барған кезде ортаға бір кісі шығып жылжимыз деп керуен жылжып кеткен. Айша анамыздың салмағы жеңіл болғандықтан сахабалар байқамаған. Арабтар хаудаж дейді. Түйенің үстінде отырғызып, үй қояды түйенің үстіне. Арабтар әйелдерін соның үстіне отырғызатын болған бұрын. Бізде де қазақта болған онда үй сияқты тұрғызып, ішінде әжелеріміз отыратын болған. Салмағы жеңіл болғандықтан не деп ойлаған? Ішінде отыр ғой деп ойлаған. Ешкім де неге маған оны іздемеген. Айша анамыз айтады, сол жерге келсем ешкім жоқ. Содан кейін ойладым дейді. Біраз уақыт өткеннен кейін бұлар не істейді? Біледі ғой менің жоқ екенімді. Іздейді, мен осы жерде қала берейін деп, сол жерге ұйықтап қалады. Сахабалардың арасында Сафуан ибн Муаттил деген сахаба болған, радиаллаху анху. Бұл Сафуан көштің ең соңында жүреді екен, керуеннің соңында. Иә, қалып қалған зат болса, жаңағы тағы басқалар болса, солар теріп, артын тазалап жүреді екен керуен. Сол Сафуан не қылған, бір қараңдаған нәрсе көрген. Жақындаған кезде Айша анамызды Айша анамыз деген таныған. Сөйтіп не айтқан? Инна лиллахи ва инна илайхи ражиун деп аят оқыған. Біз Аллаға тән, біз Аллаға қайтамыз деген сияқты дауысын шығарып. Айша анамыз дауысын естіп, не істеген? Оянып кеткен. Сөйтіп жәніне еш сөйлемегенде, жәніне кеп түйесін шөктірген, түйеге отырған, өз түйені жетектеп жүріп кеткен. Сөйтіп түйені жетектеп, ертеңіне түсте бесінің уақытында қуып жеткен керуенді. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам Айша анамыздың табылғандығын естіген, қуанып сұраған. Айша анамызды айтқан себебі не болғандығын. Бірақ әлгі Абдулла ибн Салул көрген түйені жетектеп келе жатқан Сафуанны. Сөйтіп өзінің арасында жүретін мұнафық серіктеріне, жолдастарына жіберген. Не деп? Айша әдейілеп қалып қойды деп артта. Сафуан да онымен бірге не жасады деген? Зина жасады деген. Сонымен қоздырып жіберген әңгімен. Бұл әңгіме тараған. Мұнафықтар оның үстіне қосып, оны үдете түскен. Сөйтіп Мәдинаға келіп жеткен. Мәдинаға келіп жеткеннен кейін
Айша анамыз айтады, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам маған қарым қатынасы өте жақсы болатын. Содан кейін өзгерді дейді. Күнде келеді, сәлем береді, қалайсыңдар дейді, болды сонымен. Қайтып шығып кетеді. Содан бұл мен не дейді, шыдай алмадым дейді. Шыдай алмай кетті. Айттым дейді, мен әке шешеме барайыншы деп рұқсат сұрадым дейді пайғамбарымыздан. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам рұқсат берді дейді. Сонымен үйге бардым дейді. Үйге барсам, үйдегілер қарсы алды, әкем мен шешем. Екеуі маған қарап отырып айтқан жоқ дейді. Соң бір әйел келіп айтты дейді. Осындай әңгіме кетіп жатыр деп. Енді одан сайын 2 күн тоқтамай жыладым дейді. 2 түн тоқтамай жыладым. Әке шешем өліп қалады деп ойлады дейді, мына жылай үйіріп. Сөйтіп жүргенде пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам келді дейді. Келіп айтты дейді, ей Айша, егер сен адал болсаң, Алла адалдығыңа байланысты нәрсе түсіреді. Егер адал болмасаң, қазірден айтайын, тәубе ет. Алла тәубелерді қабыл етуші деп айтты дейді. Сөйтіп шығып кетті. Біраз уақыт өткеннен кейін келді дейді. Келіп айтты дейді, Айша, қуан деп айтты дейді. Қуан. Деп не қылды дейді? Түскен аятты оқып берді дейді. Айша анамыз айтады, мен ешқашан өзім жайында оқылатын Құран түседі деп ойлаған емеспін. Мен көп болса пайғамбар бір түс көреді. Түсінде Алла аян беріп, адал екенімді көрсетеді деп ойлаған едім. Бірақ Алла мен жайына не қылды? Қияметке дейін оқылатын аяттар түсірді. Қияметке дейін. Құран беріңізші, Құран. Құран Нұр сүресінде келтірілген. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Нұр сүресінің 11-ші аятынан 20-ші аятына дейін түскен. Негізінде. Аяттың ағыласында Бисмиллахир-рахманир-рахим. Инналлазина жау бил ифки усбатун минкум. Әлгі өсек таратып жүргендер бар ғой. Жала жауып жүргендер. Олар сендердің араларынан шыққан бір топ. Ла тахсабуху шарран лакум бал хуа хайрун лакум. Ей Абу Бакрдың, пайғамбардың жанұясы. Сендер оларды осы жаланы өздеріңе не? Осы уақиғаны сендер үшін жаманшылық әкеледі деп ойламаңдар. Керісінше сендер үшін жақсылық әкеледі. Ликулли имриин минхум мактасаба минал исм. Осы жалаға қатысқан әрбір кісінің өзінің несі бар? Лайықты жазасы бар. Валлади тавалла кибраху минхум лаху азабун азим. Осы істің арасында басқарып жүрген, ең үлкен бастап жүрген бар ғой, соған үлкен азап бар. Кім? Абдулла ибн Салул жаны. Лаула из сами'тумуху занна ал-му'минуна вал-му'минату би анфусихим хайра ва қалу хаза ифкум мубин. Неге мұсылмандар сахабаларға айтылып жатыр? Себебі кейбір сахабалар бұған не істеп кеткен? Елдің әңгімесіне араласып кеткен. Әлі шариғаты терең түсінбеген сахабалар ана мұнафықтармен бірге қосылып айтатын болған. Алла солар жайында айтып жатыр. Мұсылмандар, Аллаға иман келтірген құлдар, әлгі жаланы естіген бетте неге жақсылық ойламайды олар? Еркектері де, әйелдері де, иман келтірген әйелдері де, еркектері де неге жақсылық ойламайды? Жақсылық ойлап неге бұлай айтпайды? Мынау анық жала ғой деп неге айтпайды? Абу Айюб Ал-Ансари деген сахаба болған. Атақты. Радиаллаху анху келіп не деген? Әйелі айтқан. Әйелі Умму Айюб. Не деген? Ей Абу Айюб, сен естіген жоқсың ба елдің не айтып жатқандығын? Абу Айюб айтқан. Естідім жұрттың айтып жүргенін деген. Сен сондай істер ме едің деген. Әйелін айтқан. Сен сондай зина жасар ма едің деген. Әлгі әйелі не деген? Жоқ, істемеймін мен ондай деген. Валлахи мен істемеймін деген. Онда Айша сенен артық ол ондайды мүлдем істемейді деген. Сен істемейтін болсаң, ол істемейді. Оны істемейтін анық.
Енді Алла айтып жатыр, олар естіген бетте Аллаға иман келтірген әйелдер мен еркектер өз ішінде айтпай ма, бір жақсылық ойлап, мына анық жала деп айтпай ма? Алла бұл жерге не айтып жатыр? Мұсылмандарға не білдіріп жатыр? Ескерту жасап жатыр. Яғни мұсылманның бір қандай да кінәсін көрсе, теріс бір әрекетін жасап жатқандығын көрсе, жаман нәрсе ойламау керек. Себебі мұсылман кісі көбінесе ондай нәрсе не қылмайды? Жасамайды ондай нәрсе. Лаула жау алейхи би арбаати шухада. Олар ақыры айтатын сөздерінде рас болатын болса, неге 4 куә алып келмейді? Зина жасаса адам, зина жасаудың несі бар? 4 күнәгер әкелмей ме? 4 куәгер оны кәдімгі құдықтан, судан, арқанның шығып жатқандай көру керек, кірпіш түсіріп жатқандай. Неге алып келмейді 4 куәгерді? فَإِذَا لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ. Егер олар 4 куәгерді алып келе алмайтын болса, Алланың құзырында олар өтірікшілер болып есептеледі. Жала жауып жатыр. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Алла тағаланың сендерге деген кеңшілігі, рахымы мына дүниеде, ақыретте болмаса бар ғой, сендердің әлгі айтқан сөздерің үшін Алланың бір үлкен азабы кеп түсер еді сендерге. Алла не? Рахымды, кеңшілігі иесі сендерге не істеп жатыр? Рахымшылықпен жасап жатыр. Рахымшылық жасап жатыр. إِذْ تَلَقَّوْنَهُمْ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ. Сендер оны, әлгі жаланы бір-біріңнен тасып жүрдіңдер ғой. Анаған жеткізіп, ол анаған жеткізіп. Сөйтіп өздерің нақты білім білмейтін нәрселерін не істедіңдер? Ауыздарыңмен түгел айтып жүрдіңдер. Сендер оны кішкентай бір күнә деп есептейсіңдер. Алланың құзырында ол үлкен күнә. Үлкен. وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ. Мұсылмандар, сендер оны ең алғаш естіген бетте, біз бұл мәселе жөнінде еш нәрсе айтқымыз келмейді. Субханаллах. Бұл бір анық, айқын жала ғой деп неге айтпайсыңдар сендер? Неге сендер оның ішіне бірге араласып кетесіңдер? Яғизукумуллаху ан тауду лимислихи абадан ин кунтум муъминин. Иман келтіргендер, сендер шынымен-ақ хақиқи тұрғыдан Аллаға иман келтірген құл болсаңдар, екінші мәрте бұлай ешқашан жасамаңдар. Алла сендерге солай деп уағыз айтуда. Ваюбаййинуллаху лакумул аяти валлаху алимун хаким. Алла осылайша өзінің аяттарын сендерге түсіндіреді. Себебі Алла барша нәрсені білуші және хаким, барша іс әрекетінде даналық бар, хаким. Иннал лазина юхиббуна ан таши'ал фахишату фил лазина аману лахум азабун алим. Мұсылмандардың арасында зина, жалған сөз, жала, тағы басқа бұзғыншылықтың жайылуын қалап жүргендер бар ғой. Соларға Алланың үлкен дайындаған азабы бар. Фи дуния вал ахира. Мына дүниеде, ахиретте де. Валлаху я'ламу ва антум ла та'ламун. Алла расында біледі, сендер білмейсіңдер. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهُ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. Егер Алла тағаланың сендерге деген кеңшілігі, рахымы болмаса бар ғой, сендердің бастарыңа үлкен азап түсер еді. Бірақ Алла не? Рахымды, мейірімді. Я айюхаллазина аману ла таттабиу хутуати шайтан. Иман келтіргендер, шайтанның қадамына ермеңдер. وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. Себебі кімдігім шайтанның соңына ерсе, шайтан бар болған неге үйретеді? Бұзғыншылыққа, азғыншылықты әмір етеді. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ. Егер Алла тағаланың сендерге деген рахымы мен мейірі болмаса бар ғой, сендердің араларынан ешбір адам тазармас еді, күнәсінен арылмас еді. Бірақ Алла тағала қалаған пендесін естейді, күнәсінен арылтады. Wallahu самиун алим. Шын мәнінде Алла барша нәрсені естуші және барша нәрсені білуші.
ولا يأتل أولو الفضل منكم والساعة أن يؤتوا أولو القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. Енді Алла пайғамбар Айша анамыздың әкесі жайында айтып отыр. Абу Бакр радиаллаху анху жайында айтып отыр. Алла былай дейді, қараңыз. Сендердің араларынан байлық, молшылық берілгендер бар ғой. Солар өзінің туысқандарына, міскіндерге, мұхажирлерге, Алла жолында хижрет жасағандарға садақа бермеймін деп ант ішпесін. Олар керісінше не істесін? Олардың қателігін ғафу етсін, кешірсін. Олар сендеріне Алла тағаланың сендердің күнәларыңды кешіруін жақсы көрмейсіңдер ме? Қаламайсыңдар ма? Wallahu ғафуру рахим, себебі Алла барша күнәларды кешіруші, аса мейірімді. Аяттың мағынасы мынандай, түсу себебі. Абу Бакрдың туысқаны болған Мистах деген. Мистах. Бұл Мистах әлгі айтылып жатқан өзектің ортасына кірген. Әбден мұнафықтармен бірге қосылып жүрген. Әйелі дұрыстау адам болған. Әйелі Айша анамызға келіп айтқанда Мистах қандай әңгімелерді айтып жүр деген. Әйелі. Кейбір риуаяттарда ол Бәдірге қатысқан сахаба болған. Бәдір шайқасына қатысқан. Бірақ жағдайы төмен болғандықтан Абу Бакрлығы да көмектесіп жүреді екен. Не береді, жаңағындай жәрдем береді, қолынан келген. Сұрап келсе береді, тағы басқалар. Енді өзіңіз ойлаңыз. Сіз бір кісіге өмір бақи жақсылық жасап келгенсіз. Сізге қарсы бір іс шыққанда, сол адам соның ішінде жүрсе қайтесіз? Сен не дейсің? Сен не ағып жүрсің деп айтасың ғой. Сен олардың ішіне не ағып жүрсің? Сен не ағып жүрсің? Қонаев тақтан түскен кезде жан-жақтан бәрі қашқан. Тақтан түскен бетте залдан ешкім жанында тұрмағанда қашқан бәрі түгел. Сол ана ағамыз бар үлкен. Атын ұмытып тұрмын. Кім анау? Әнші атақты. Опера әншісі. Ой. Ермек Серкебаев. Сол Ермек Серкебаев өтіп баратқан кезде Қонаев атамыз айтқан екен дейді. Ермек тоқта деп. Түсініп отырсыз ба? Ермек сонда түсіндім дейді. Елмен бірге кетіп баратқан. Ермек сен де барсың ба деген әңгіме ғой. Сен де кеттің ба ішінде? Түсініп отырсыз? Өте қиын нәрсе мысалы, сен өмір бақи жұмыс істейсің, сол біреуге жәрдем бергесін, көмектескесін, араласқансың, кейін саған дұшман болғандардың арасында сол жүреді. Әлгі Мистах та солардың ортасында жүрген. Содан Абу Бакр ант ішкен. Валлахи биллахи, бұдан былай Мистахқа еш нәрсе бермеймін. Алла осы аятты түсірген. Сендердің араларыңнан байлық, молшылық берілгендер бар ғой. Міскіндерге, өзінің жақын туыстарына, Алла жолында хижрет жасағандарға жақсылық жасамаймын деп, садақа бермеймін деп ант ішпесін. Олар сендеріне өздерінің Алла сендердің күнәларын кешіруін қаламайсың ба? Абу Бакрдың иманына қараңыз. Абу Бакрге келіп осы аятты оқыған кезде Абу Бакр айтқан, мен қалаймын Алланы мені кешіруін деген. Қалаймын мені кешіруін деген. Дереу сөйтіп, бұрыннан жасап кеткен жақсылықтарын үзбей ары қарай жасай берген. Біз болсақ, өлгенше жасаймыз, кесіп ат құйрығын кесіп. Ара кеп біреу көп, ара түсіп біреу жарастырайын десе де қоймайсың ғой. Сен араласпа деп. Сен араласпа деп. Ол менің әңгімем. Сен не үшін ортада деп. Айтамыз біз, айтып жүрген сөз ғой. Айтып жүрген сөзіміз ғой. Кәдім күнде айтып жүрген сөзіміз. Алла сені кешірет десе де қойшы, оны кейін көреміз. Бірақ мынаны кешпеймін деп шығасың. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. Шын мәнінде Аллаға иман келтірген, барша нәрседен пәк,
күйеуге шыққан әйелдерге жала жауып жүргендер бар ғой, зина жасады деп. Міне солар дүниеде де, ақыретте де Алланың лағнетіне ұшырайды. Және оларға үлкен азап бар. Лағнет деген сөз Алланың рахымынан махрум болады деген сөз. Лағнет деген сөз. Яума ташхаду алейхим алсинатухум ва айдихим ва аржулухум бима кану яъмалун. Қиямет күні олардың сөйлеп жүрген тілі мен ұстап жүрген қолы, аяғы бәрі оларға қарсы куәгер болады. Себебі қиямет күні болған кезде андай ақымақтар болады екен. Алланың алдына келеді, дәптерді ашады. Дәптерді ашқан кезде періштелер куәгер болады. Сол кезде әлгі сойық айтады екен, мыналар өтірік айтады деп. Періштелер өтірік айтып тұр деп. Жазылған ғой десе де өтірік жазып қойған олар. Содан кейін Алла айтады, біз аузына мөр басамыз. Сөйлей алмайды. Қалған 12 мүшесі сайрап сөйлейді содан кейін. Не істегендігі. Бұлардікі де сондай. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. Және сол күні, қиямет күні, Алла Тағала хақ діннің түгел ақысын өтеді. Және олар Алланың шынымен хақ екендігін, әділ екендігін естиді, біледі сол қиямет күні келіп жатқанда. Әл-хабисату лил-хабисин. Олай болатын болса, жаман әйелдер жаман еркектер үшін. Вәл-хабисуна лил-хабисат. Жаман еркектер де жаман әйелдерге лайық болады. Уат-таййибату лит-таййибин. Жақсы әйелдер жақсы еркектерге нәсіп болады. Уат-таййибуна лит-таййибат. Жақсы еркектер де жақсы әйелдерге бұйырады. Улайика мубаррауна мимма яқулун. Міне солар, әлгі жақсы әйел мен жақсы еркектер, олардың жала жауып жүргендеріне не? Таза. Лахум магфирату ва ризқун карим. Және оларға Алланың кешірім бар, және олардың алдында күтіп тұрған керемет рыздығы бар. Яғни не бар? Жәннат бар деген сөз. Осы жерге дейін Айша анамызға түскен аяттар. Яғни 11-ші аяттан бастап 26-ші аятқа дейін. Тура 15 аят Айша анамыз жайында түскен.